Дайын боп қалдық. Өте жақсы. Ральф, сен белгі берші өтініш. Мынаны сонда сарт еткізейін бе? Иә, дәл қазір. Кеттік. Осылай ма? Тура фильмдегідей екен. Жақсы. Менің атым Ральф. Мен қоянмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Менің оң жақ көзім көрмейді. Биыл шуылдан басқа ештеңе естімедім. Иә, бұл жының аты еді. Солай ғой. Есесіне өзімді толық қырқып тастадым. Маған химикаттар берді. Күйдіргенде шыдатпайды. Бірақ бұл маңызды емес. Енді бұл жүргенде немесе демалғанда ғана сезіледі. Иә, бұл ауыртады. Түптің түбі бәрі дұрыс. Біз бұны адамдар үшін жасап жатырмыз ғой. Олар бізден ақылдырақ, күштірек. Олар тіпті ғарышта болған. Сіздер ракетада қоянды көріп педіңіздер? Олай ойламайым. Мен ғарышкер қоян емес, тәжірибеге арналған қоянмын. Менің әкем, менің анам, менің ағаларым, әпкелерім, балаларым барлығы да зертханалық қояндар болған. Тура мен қалағандай. Солай болу керек. Біз сол үшін туылдық қой. Бұл бізді бақыт етеді. Иә. О, бұл маған келді. Қорқынышты көрінетін білем, десе де мен өз жұмысымды жасап жатырмын. Адамдар опа-далаптың, дезодоранттың қауіпсіз екеніне сенімді болу үшін немесе... Эй, Ральф! Псс! Эй! Сен түсіріп жатқандар кімдер? Олар деректі фильм сондай бірдеңе түсіріп жатыр. Бізді шығарып алсын деп айтшы. Иә, Ральфи, өтінем. Менің өлгім келмейді. Ральфи, өтінем. Жақсы, жарайды, достар, түсіндім. Жігіттер осы жерін кесіп алып тастай аласыздар ғой, иә? Сондықтан әрине айтайын дегенім... Кешір, Ральф, бізге бұрыла аласың ба? Иә, біз осы жақтамыз. Кешіріңіздер. Осылай дұрыс па? Менің айтайын дегенім, жануарларға тексерілген косметика алатындарға, мысалы шампунь, күннен қорғайтын крем, ваннадағының бәрінделік. Жануарларға тексеру тыйым салынған елдерде мен жұмыссыз қалар ем. Далада бір алаңқайда болар ем. Бірақ, бәрі жақсы ғой. Бәрі тамаша. Бәрі тамаша. Бірде-бір жануар сұлулық үшін зардап шегіп, құрбан болуға тиісті емес.